Баршаңызға қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздерді өз арнамнан көргенім үшін қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, нәзік, жұмсақ, әрі биік болып көтерілетін кекстердің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Құрамы да қолжетімді. Ал олай болса, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Бізде мында 3 жұмыртқа, 3 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Шамамен 3-4 минуттай араластырып аламыз. Мінекей жақсылап әдемілеп араластырып алдық. Осындай әдемі болып көпіргенше араластыратын боламыз. Қанты еруі керек. Енді үстінен ерітілген сары майымызды құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Содан соң сүтімізді құйып, тағы да миксерлейтін боламыз. Ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ, араласса болғаны. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық ас содамызды салып, сол ыдыстың ішінде араластырып аламыз жақсылап. Міндетті түрде електен өткізуді ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып алған ұнымызды жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстіне аз-аздан сала отырып миксерлейтін боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер, көтерілмей қалуы мүмкін. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді үстіне қалауыңыз бойынша әрине мейіз қоссаңыздар болады, немесе жаңғақ, немесе қоспай қойсаңыздар да болады. Бұл міндетті емес. Салмамыз салып болған соң тағы да бір жақсылап араластырып жібереміз. Қасықтың көмегімен немесе силиконды күрекшенің көмегімен араластырсаңыздар болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді формаларымызға орналастыратын боламыз. Менде силиконды форма, оны майлап қажет емес. Егер сіздерде темір форма болса, міндетті түрде майлаңыздар, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Бетіне қалауларыңыз бойынша жаңғақ немесе шоколад сепсеңіздер болады. Әрине бұл міндетті емес. Кекстарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, біздің кекстеріміз пісіп шықты. Өте әдемі, сондай нәзік, жұмсақ. Құрамы да қолжетімді заттардан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, қазақша фудблогтың аз да болса дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет.